Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Жалпы, өмірдің өзі қайта-қайта айта береміз, жақсылықтан, жамандықтан тұрады. Сізге біреу қиянат жасауы мүмкін, тіпті өлім тілеуі мүмкін. Мысалы, кейде ел арасында естіп жатамыз, сізге қару-жарақ кезентті деп. Жоқ, ондай маған өйтіп қару-жарақ етіп неткен емес. Білмеймін, өзім жалғыз жүрем. Түнде де, күндіз де біреу кеп тисе, өйтіп бүйткен емес. Мен олай өзім біреудің жолын аттап өтетін болсам, жалғыз жүрмейтінім ғой. Әрине. Мен ылғи жалғыз жүрем. Күзет болатын еді ғой. Иә, ылғи жалғыз жүрем, түнде де. Ресторанға да жалғыз барам, тойға да жалғыз барам. Бақыт дегенді қалай түсінесіз? Бақыт деген қалай түсінеді? Жұмысың бар, бала-шағаң жұмыс істеп жүрсе, бәрі орында болса, тату-тәтті өмір сүрсе, достарың риза болса, халқымыз бай болса, одан артық бақыт бар ма? Қазір енді байқап отырсыз, азаматтарымызды, шүкір Алла тәуба, мен қазақпын дейтін жігіттеріміз бар ғой. Бірақ енді кейде мына құлағына сырға тағып, шаштарын боя болатын немерелерді көрген кезде қандай күйде боласыз? Мен шынымды айтсам, оларды мен кінәламаймын. Мен әкесіне кінәлаймын, тәрбие бермеген. Жас кезден тәрбие берсе, ол жастар өйтіп бұзылмайды деп ойлаймын. Жас кезден тәрбиеге байланысты, отбасындағы бірінші. Қазір жасыңыз 67-ге келді. Жылы сөзді кейде кімнен естігіңіз келеді? Әрине сіз күнде естіп жүрсіз ғой, мақтау сөзді де, беттету сөзді де. Мен жылы сөзді өз балаларынан естігім келеді. Өңгілері шын айтып отса да, шын ниетімен айтса да, ал балаң ол шын ниетімен айтады ғой, шындығын айтады. Баланың жылы сөзі ең қымбат сөзі. Ең қымбат сөзі. Енді қымбат сөзі анамызда, анамыз жоқ қой. Сатыбалды ағаңыз өмірден өтіп кетті. Өтіп кетті 34 жасында. Қайрат онда 2-де, 3-де болады. 3-де ме, 5-де ме қайтыс болды. Аға бейнесін сағынатын шығарсыз. Сағынасың ғой, бауыр. Бауырдың аты бауыр ғой қанша. Ағаңызбен жеңгеңіздің қолында болдым дедіңіз, е? Иә, марқұм ағамның. Светлана апайымыздың. Әскерге дейін үлкен ағаның қолында болдық. Әнипа апамызға деген махаббатыңыз? Оны ортамыздағы жалғыз ақпан ғой. Оны мен шыны керек болса қазір өз анамдай сыйлаймын. Анам орнына ана оқыған кісі ғой. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Сізде арман бар ма, жоқ па? Өз балаларым, бірінші өзімнен бастайын. Өз қызылдарым, халқым деген жүрегі болса екен деп ойлаймын. Аналарына, ағаларына махаббаты мол болса екен деп ойлаймын. Таңертең оянасыз, көзіңізді ашасыз. Нені ойлайсыз? Ең бірінші мен көзімді ашқанда Аллаға сыйынам. Осы оятып, осы күнді көрсеткенге мың-мыңда құлшылық істеймін Аллаға. Осы оятып, осы таңды көрсеткеніне, өнен кейін өзіміздің отбасымды көргеніне, достарымды, елді, тыныштықты көргенде, оның басқа не керек енді бізге? Қазір байқап отырсаңыз, өзіңізге небір әңгімелер, сөздер айтылып жатыр. Жаңа айтып отырсыз ғой, әлеуметтік желіде шықпай қалсам, біртүрлі болып қалам, мен неге шықпай қалдым деп. Сондықтан да соның барлығына шыдап жүрген, төзіп жүрген, халқыңызға еркелеп жүрген шында да Болат екенсіз. Болаттай мықты бол деген сөздің өзі адамға бір күш-қуат беретін сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді күш-қуат береді ғой, өзіңе берік болсаң, ұстамды болсаң, халқым енді жаза береді ғой, бәріне қалай айтамын, жазбаңдар деп. Өздері біледі, Алла көріп тұр ғой. Ең басты төбеде бір Алла. Бір Алла бар, бәрін көріп тұр ғой. Өз жазғандар өздері кейін түсінер. Өкінішіңіз жоқ? Өкінішпеймін, оларға ренжімеймін. Өз сана сезім солай болса не істеймін? Кімнің аузына қақпақ боламыз деген бір ауыз сөз. Жақсы, әңгімеңізге рахмет.
Алла денсаулық берсін. Рахмет. Аман жүре беріңіз. Барша қазақ еліне, барша мынау бізді көріп отырған көрермен қауымға ақ тілек, ақ батаңыз. Не дегенмен ақсақал жасқа жеттіңіз ғой. Енді бәріне халқымызға, елімізге тыныштық берсін Алла тағала, елбасына денсаулық берсін. Осы халқымыздың бәріне зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт тілеймін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Ал амандықта кезбек. Өзіңізге ұнады ма? Қателік бар ма? Білмеймін ғой. Жақсы, ағам сөйлеп берді. Қадірлі көрермен, шынайы әлем айна арнасына жазылыңыздар.